Сәлеметсіздер ме, қадірлі көрермен? Мен осы видеода сіздермен тез дайын болатын сұйық ас күріш сорпасын пісіретін рецептімен бөлісемін. Оны украин халқының ұлттық тағамы десек те болады. Себебі бұл сорпаны халық арасында суп харчо деп атайды. Осындай ыстық сорпа ішкіңіз келсе, менің видеомды соңына дейін қараңыз. Алдымен сиыр етін ұсақтап турап алдым да, аз ғана 3-4 қасық ас қасықпен сұйық майды құйдым табаға, және туралған етті салып, суы тартылғанша қуырдым. Мен әрдайым осылай сорпа істегенде етін қуыру керек болса, табаға осылай бөлек қуырып алғанды жөн көремін. Себебі жылтыр кастрюльдеріміз ішіне қуыратын болсаңыз, сырты қарайып, өңі кетіп қалады. Біршама қызарып қуырыла бастағанда туралып отырған пиязды қосамыз. Пиязды да етпен жақсылап араластырып, біркелкі қуыруға тырысамыз. Пияз жұмсарып қуырылып бастады дегенде, сәбізді қосамыз. Оны да жақсылап араластыра отырып, бәрін бірге күйдірмей әдемілеп қуырып аламыз. Осылай ет, сәбіз, пияз орташа отта қуырылып жатқанда, міне бір жасыл, бір қызыл болгар бұрышын ұсақтап турап аламыз. Туралған болгар бұрышын бірден табаның бетіне сала береміз. Араластырып қоямыз, біркелкі қуырылғаны дұрыс болады. Жасыл бұрышты да тура солай турап, табаға саламыз. Жақсылап араластырамыз, біркелкі қуырылуға мүмкіндік береміз. Дайындап қойған 3-4 түйір чесногымыз бар. Оны да өте ұсақтап тураймыз. Туралған чеснокты да табаға саламыз. Барлығын жиі араластырамыз, біркелкі қуыруға тырысамыз, және қуырылып болды дегенде бір ас қасық толтырып томат пастасын қосамыз. Оны да шамалы майға қуырылыңқырап кетсін деп жақсылап араластырамыз. Және осы сәтте 2 шай қасық тұз және 2 шай қасық қант саламыз. Мен алдын ала шайнекпен су қайнатып қойдым. Сол қайнаған судан осы табаға 1 стакандай құйдым. Табаның астын жай отта қоямыз, және бүлкілдеп жай қайнағаны керек. Енді үлкенірек кастрюль аламыз да 4-5 литр су құямыз. Тез болсын деп, бұл суды да мен алдын ала жылытып қойған едім. Себебі біз бұл сорпаны тез дайындағымыз келеді. Сондықтан құятын суды түгел қайнатып отырған дұрыс. Осы видеода менің қызым көмектесіп жатты. Ол пісіріп жатты, мен видеоға түсіріп жаттым. Міне 2 дана картошканы аршып, турап, кастрюльге салуға дайындап жатыр. Картоп тез піссін десеңіз, ұсағырақ турайсыз. Біз орташа размерде турадық. Су қайнауға жақын, картошкамызды да салып жібердік. Табамыз 10-15 минут қайнап жатыр. Кастрюльдегі картошка салған суымыз қайнап жатыр. Сол моментте табадағы заттарымызды осыған аударып қосамыз. Суымыз ыстық болғандықтан қайнайтын суымыз тез қайнады. Картопымыз да тез пісетін болады. Енді мына қуырылған ет, сәбіз, пиязды қостық кастрюльдегі қайнап атқан картопқа.
Кастрөліміз қайнап жатқанда астын жай қоямыз. Енді күрішті бір кесе өлшеп аламыз. Біздің семья мүшеміз көп болғандықтан біз осындай сорпа істегенде бір кесені толтырып саламыз. Жақсылап кранның астында тазалап 3-4 қайтара жуып аламыз. Міне күріш жақсы тазарды. Енді қайнап жатқан кастрөлге саламыз. Күрішті салып болғаннан кейін қайтадан қақпағын жауып, кастрөлімізді тағы да 15 минуттай қайнатамыз. Қақпағын жауып қоямыз. Енді мына бір бума ас көгімізді турап дайындаймыз. Ас көк, ақ желкен, қандай осындай көкөнісіңіз бар, қосып бетіне сеуіп жейтін, соларыңызды дайындап алсаңыз болады. Міне 15 минут өтті. Суп харчо дайын болды. Дайын болған сорпаның иісі аңқып, ас үйді жайлап кетті. Сондай аппетитті ашады. Ыстықтай ішкіміз келіп тезірек ыдыстарға құйдым. Бетіне көкөніс укропты септім. Суп харчо негізінде кішкене ащысы бар, сондай сорпа болу керек. Енді мен үйде кішкентай балалар болғандықтан ондай ащы көп салмадым. Ал егер сіз ұнататын болсаңыз, үгітілген ащы қызыл бұрыштан сеуіп ішсеңіз болады. Қаймақ немесе майонез құйып жесеңіз де болады. Міне сорпаларымыз дайын болды. Ыдысқа құйғандағы көрінісінің өзі аппетитті ашады. Менің рецептім бойынша пісіріп тұрыңыздар. Менің рецептім ұнаса, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Менің видеома пікір қалдырыңыздар, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Қазақша каналға қолдау көрсетіңіздер. Менімен бірге видеоның соңына дейін болғандарыңыз үшін үлкен рахмет айтамын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.